Бүгінгі видеода мен қарындасыма рекламадан не көрсем, соны алып беретін боламын. Сол әдеттегідей оны жайдан жай алмайды. Мен айтқан тапсырмалардың бәрін орындаса, вальс билеп көрсетіп жіберіңдер, пожалуйста. Төлегенде сен өзің төлесің. Сонда рекламадан не көрсем, соны алып беретін боламын. Кстати, айтпақшы, оның жинап жүрген ақшасын мен алып алдым. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар 159 мың подписчик немесе 3000 лайк жинап тастайық. Видео өте қызық болды, еңбегін бағалап. Астына қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет, ал біз видеоны бастайтын боламыз. Йо-йо, барлықтарыңа сәлем достар, сендер мәдетейді менерді, және де сіздер видеоны түсіңіздер деп ойлаймын. Мына аяқта қарындастарым келіп, маған бір әсе айтып жатыр. Не дейді? Бергендер. Айтыңдар, не дедіңдер? Аға, рекламаны не көрсем соны әперем деген видео түсіріңізші. Мен екеуіңе де түсіріп тастадым ғой ол видеоны. Жоқ, бұл жолы екеумізге де. Екеуің менің айтқан затымды істейсіңдер ме сонда? Иә. Сенің бойынша бір зат шықса, мысалы өтірікке, мысалы сникер шықты. Сонда екеуіңе 2 сникер алып берем ба мен? Жоқ, бәрі екеуміз бөліп жасаламыз. Екеулеріңе бір заттан әйтеуір 5 рекламадан келген затты, иә? Иә. Болды, түсінікті. Так, негізі ұсыныстарың маған біраз ұнап жатыр, бірақ та точно орындайсыңдар ма айтқан заттың бәрін? Точно ма? Иә. Уәде ғой. Уәде ғой. Жарайды, онда біз официально келістік. Енді, қанша сағат екенін айтпай қойын, примерно мен болдау дегенше менің айтқанымды орындасаңдар, онда мен сендерге алып беретін болам. Түсіндіңдер ғой да? Иә. Ал енді көп сөзді бастайық, мен аяғымды ұқалап жіберіңдерші, екі аяғым. Мына балтырларым жаман ағып жатыр. Жақсы массаж етсіздер. Аяғым рахат болып қалды. Енді нәскиімді искеңдер. Қалжың, прикол болды. Хотя искей беріңдер. Сендер бір жерге кеткен жатсыңдар ғой? Иә. Сендер ұсынысты негізі әдем уақытта тастаңдар. Не үшін дейсіңдер ғой? Сендер қыдыруға бармайсыңдар. Неге? Сендер менің айтқан орындасың. Жарайды, онда бара бер. Если алғың келмесе бара бер. Барасың ба? Онда мамадан сұрақ көріңіз. Мамадан сұрайын ба ұрықсың? Жарайды, қазір мамадан сұрайын. Мам. Короче, бір жерге барған жатсыздар ғой қыздармен, иә? И қазір, егер қыздарыңыз айтса бармаймыз десе, бармай қала ма или обязательно бару керек па? Бармаса бармай қойсын. Точно ма? Өзі біледі ғой. Точно ма? Бармаса бармай қойды, да? Иә, өзі біледі. Болды онда, қыздар. Енді, бармай қалдық деп маған жыламасын. Неге? Не болды? Өзіңіз жеп қойыпсыз, өзіңіз ойнап қойыпсыз. Короче, ойнайтын жейтін, в общем, андай бір күшті жерге барайын деп жатыр. Бірақ та бұлар қайсын талдайды екен? Менің видеома түсіп, бір рекламада не көрсе соны ала ма? Әлде мамасымен бірге еріп, ішіп жейтін жерге барам екен. Қазір ғана білетін боламыз. Жауабыңыз? Не істейсіз? Мамамен ба, менмен ба? Мамамен. Сенші? Сізбен. Менмен? Сен точно ма? Ойландың ба? Иә. Онда мен де сізбен. Менмен барасың? Болды, онда кеттік. Көндіріп аласың, короче, басқа жаққа баратын жермен. Енді бұларды бір торговый центр ма, бір жерге барып, прикол ұстап бүйтіп, не қылатын боламыз. Бірге болыңыздар, кеттік. Бағана сендер магазинге кіргенді мен көрдім. Және де бір күшті жейтін заттар алып шықтыңдар, дұрыс па? Иә. И сол жейтін заттарыңды маған беріңдер. Бәрін бірақ. Мынаны қараңыздар, мынаны қараңдар. Қалтаға салсау керек мен. Әйтеуір бас алған жаққа келе сап. Короче, Максима деген жерге келдік. И осы жақта осыларға бір задание қоятын болған. Онда көре жатармыз. Короче, мынау күннен былай көлеңкең әдемі көрініп тұр да. Давайте екеулерің осы жерде маған бір вальс билеп көрсетіп жіберіңдер, пожалуйста. Нормально, маған ұнады деп айтсам да болады. Енді давай Максиманың ішіне кірейік. Ішінде не бар екен көреміз. Потом барып мен сіздерге тағы да тапсырманы айтып жататын боламыз. Осы магазинға кірген болатынбыз. И осы жақтан ана өзінің туған күніне өткеткен туған күнде осындай подарок алған болатын. И осы подарканы мен алып берем. Бірақ та төлегенде сен өзің төлесің. Түсіндің бе?
И қазір көретін боламыз. Сендерге сұрақ келетін шығар, не үшін ондай задание қойдың деп. Көбісінің кішкентай кезінде андай бір қорқыныш болды да. Типа, мысалы, Макдональдс сияқты жерге барасың, очередке мамаң сені қалдырып кетеді. И потом бар сен жерде тұрасың. Ну, очеред вроде көп сияқты. Бірақ та мамаң кеткеніне бір минут болды, уже сенің очередің келіп қалады да, и потом бар сен жан-жаққа қарап кәдімгідей қорқау, сіз қалай төлеймін, не деймін деген сияқты. Типа, сондай болмас үшін социофобияны арылу үшін бір тапсырма қойдым солай. Ну, короче, көреміз. Алдың ба? Ұялған жоқсың ба? Бәрі нормально болды ғой. Басында баратын кезде жүрегің соқты ма біраз? Иә. Не дейді деп ойладым? Неге бір таузап қалғаннан келгенсің деп. Сен қорқтың ба ойыннан жоқсың ба? Иә, түсінікті. Иә, сол. Мияқта бір тәте, бір атқа мініп алып та, бір өзі жүреді. Сондай атқа, короче, мыналар мінгісі келіп жатыр. Мінгістейін деп ойладым. Бірақ та бір ереже бар. Берге. Сен өзің барып ана тәтеден сұрайсың, қаяқтан алдыңыз деп. Сояққа барамыз, сұрай алсаң, не әрине. Алғанын біле алсаң, о, әне келді. Сосын барып, сол кезде барып сояқтан алып беретін боламын екеуіңе. Что там, не дейді? Аншада 5 минут қанша екен қалды? Қай жерде екен? Давай жүріңдер. И уәде еткендей олар сол атқа отырды. Ал енді риза болдыңдар ма? Ризасыңдар ма? Ал енді давай жоғары жаққа қарай шығайық. Міне мынау соңғы бағанағы кәмпит қалды да. Міне қыздар, соңғы қалды, сіздерге вообще жоқ болды енді өкінішке орай. Менің әлі де қарным ашып жатыр. Сондықтан егер де сіздерде ақша болса, мына жақтардан бір жейтін нәрсе алып берсеңдер. Суши ма, бургер ма? Бар ма сізде ақша? Сізде бар ма? Серьезно, бар ма? Бар ма ақша? Иә. Қайс, бер қане. Өтір. О, ема, достар қараңдар. 5000 теңге зор екен. Болды онда 5000 теңге тамақ ішіп тұрып қой, е? Мейсің ғой, жыламайсың ғой, е? Жыламайм. Онда точно кет. Қараңыздар. Бой. Мынандай пицца 4 түрлі, 4 сезонный дейді. Шуси банзай деген. Ал, Илана, рахмет алып бергеніңе. Ал ас болсын. Сізден қарсы сұраймын. Жоқ, бұның бәрі менікі. Менікі жемейсіңдер. Менікі ғой бұның бәрі. Мен ақшаны алдыңыз ғой. Білем сен ақшаны алғанымды, бірақ бұл менікі ғой. Тиспе. Тарт тиспе. Тиспе дейм. Тамақ ішіп шықтық. Бұларда той алдыңдар да? Иә. Енді вроде бітті негізі. Енді біз үйге барып, короче, рекламадан көреміз, не зат алатындар. Потом барып, қандай зат шығады, сол затты алып беретін боламын. Кетті. Міне, телевизор бар қазір. Қосамыз да. Телевизордан қандай реклама шығады, и сол затты сендерге алып беретін боламын. Бант тұрсыңдар ма? Иә. Опана, біріншісі қандай? Біріншісі нормальный. Мынау екіншісі қандай болатын, қазір көреміз. Сиыр дейді. Короче, тұмауға кетін бір дәрі екен. Не? О, точно фанта ма? Точно фанта сияқты меніңше. Фанта сендерге. Так, не бұл? Мысқа арналған тамақ. Соңғы біреу қалды енді. Қандай болатынын қазір көретін боламыз. Не бұл, қандай шоколад? Жоқ, қазір. Рахаттың печенесі, короче, түсініңіздер. Айтқандай 5 саттың бәрі шығып болды. Енді осыны барып магнумға алатын боламыз. Олар соны қолданады болады. Ал сіздер болсаңыз лайк басып кетіңіздер. Біз кеттік ал. Вот, биос. Фанта прям елден ерекше ғой. Бізге дайында қойыпты да. Міне рахаттың печенесі, короче, вафли алсалды. Короче, міне әйтеуір мысықтың любой бір тамағын алсалды. Анау қандай екен, оны қалдым. Феликс.
Осыны алайық. Главный мысықтың тамағы. Міне достар, бағанағы дәрі гробмопосин деген, короче, міне оны да алдым. Енді олар осыларды ішіп, енді баға беретін болады. Хотя баға бермейді, просто ішу керек обязательно. Все, мне очередьпен қойдым, енді давай мына дәріден бастайтын боласың. Маққа ауыратын емне, бұлар как раз ауырып жүр. Идеально деп ойлаймын. Қалай дәмі? Тәтті екен. Келесі ол бізде фанта. Енді ренжімеңіздер, мен біразын ішіп қойдым жолда. Қалай? Күшті. Ал сізге қалай? Күшті. Енді келесі ол биос. Оның арт жағынан биос. Биос қалай? Мына вафлиді жек көріңіздер. Вафлиді. Қона бермеңіздер. Сіздерді еще самый главный мұнау күтіп отыр. Мен қарайамай. Давай өздерің ашып нәғылыңдар. Короче, міне мысықтың тамағын ашып бердім. Иісін көрейік. Нормально. Давай. Жейсіздер енді осын. Иске, дұрса, искеген жоқ ма? Айсен искеген жоқсың. Жейсіздер ал. Ладно. Бұл зиян енді. Енді осыны алып, енді даладағы любой бір мысықты іздеп бересіздер. Түсінікті ма? Түсінікті ғой? Енді оны бермеген отчетін енді бұйырса инстаграмға салатын боламыз. Сіздермен әдеттегідей болған мен ерді. Видео, надеюсь, сіздерге ұнады деген ойдамын. Кездескенше, барқаңызға, давайте.